Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің мүбәрак хадисінде былай деп мархамат қылып айтады: "Иякум вал хасада, фа иннал хасада я'кулул хасанати кама та'кулун нарул хатаба." Көре алмаушылықтан сақтаныңдар. Өйткені көре алмаушылық жақсылықтарды жалындаған оттың құрғақ отынды жалмағаны секілді түгін қалдырмай жеп қояды дейді. Демек, адам баласының осы бір жаман мінезден, көре алмаушылықтан аулақ болмайынша жасаған бүкіл игі жақсылықтарының барлығы отын қалай жаңағыдай отынды кеміріп жалмап жаққаны секілді амалдарды да солай жоқ қылып жібереді дейді. Бұл көре алмаушылық үлкен дерт негізі. Көре алмаушылық бұл адам өзінің деңгейінен төмен адамды емес, бәлки өзінің деңгейінен жоғары адамды көре алмауы ағайын. Бұл Алланың берген үлкен нығметі. Сондай-ақ берген нығметке шүкіршіліксіз ету, біреудің затын көре алмаушылық, өзінде жоқ дүниені біреуде табылып жатса, сол нәрсені көре алмау. Демек, Алланың өзіне берген нығметіне разы болмаған адамды айтады негізі. Жалпылама. ومن شر حاسد إذا حسد деп біз күнделікті оқып жүрген сүреде көре алмаушының кесапатынан Аллаға сыйдан деп айт дейді. Көре алмаушының кесапатынан Раббым саған сыйдан деп айту керек. Көре алмаушылық ол сырттағы адамнан емес, ол достардың ішінде де болады, ол ағайындардың ішінде де болады. Керек болса бауырлау, бір әке бір анадан туылып жатқандар болады ойнады. Ғалымдарымыз айтады енді осы. Көре алмаушылықтың бірнеше түрі бар дейді. Соның біреуі, біреудің байлығын, жетістігін көре алмай, оны кедей болып барынан айырылғанын іштей қалап тұрады дейді. Және сол екіншісі дейді, мендей болса екен деп айтады екен дейді. Көрдіңіз бе? Байлығын, жетістігін көріп, соның бүкілін құрдымға кетсе екен дейді. Екіншісі, сол заттың бәрін тек қана мендей болса екен дейді деп айтады екен. Ғалымдарымыз өстіп екіге бөлген екен. Сол үшін көре алмаушылық бұл үлкен дерт болғаннан кейін біз одан арылуымыз керек. Бауыржан Момышұлы бабамыз атамыз былай деп айтады: күңшілдік, көре алмаушылық, іштарлық барлық пенделерде болады. Олар яғни іштарлық, күңшілдік, көре алмаушылық ұлы жылан секілді дейді. Бүкіл Алла Тағала жаратылысты, бүкіл періштелерді, бүкіл жындарды жинап, жер жүзінде мен өзімді халифамды жаратамын деді. Сол кезде сәжде ет деді. Сәжде ет деген кезде сәжде етті, бірақ тек қана әбілес сәжде ет деді. Білесіздер ме? Бірақ соның сырын сұраған уақытта оны сен топырақтан жараттың дейді. Мені оттан жараттың дейді. От топырақтың бетінде жанып тұрады деп не істеді? Көре алмаушылық, хасаттылық жасады. Міне күнә қайдан келіп шықты. Бірақ Алла Тағаланың ол жердегі Құдай Тағалам өзі әмір етіп тұр ғой. Мен адамды жаратамын, оған не үшін сәжде ету керек деген уақытта ғалымдарымыз бүйтіп айтады. Ол жердегі сәжде бар болғаны тек құрмет сәждесі еді дейді, адамға деген. Ал құлшылық Аллаға арнаймыз құлшылықты. Бірақ ол жердегі әмір құрмет сәждесі болды.